Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух, құрметті қыздар, қалай жағдайларыңыз? Мен өзіме осындай худи тігіп алдым. Бұл үшін маған 1 метр футер кетті, және де 20 сантиметр кашкарсе алдым. Ең алдымен матамды жақсылап үтіктеп алдым. Себебі бұл кейін отырып қалуы мүмкін, сондай жағдайлар болмасы үшін алдын ала негізі үтіктеп алған дұрыс болады. Ал лекаласына келетін болсақ, кәдімгі өзіме арналған базовый лекаланы 5 сантиметрге иық жағынан кеңейттім. Ал қолтығының астынан төмен қарай 2 сантиметр түсіріп, қолтық ойындысын кішкене ойып алдым, өйткені маған кеңдеу болып тұру керек. Ал жанына қайтадан 5 сантиметрге кеңейттім. Себебі маған бұл өте кең болғаны қажет емес. Ал егерде сіздер өздеріңіздің худиларыңыздың кең болып, мол болып тұрғанын қалайтын болсаңыздар, 10 сантиметрге дейін де кеңейте беруге болады. Ал мен өзіме бұны сырт киімдердің ішінен киюге және де үстінде жаңағыдай шағын болып тұрғанын қалағандықтан ыңғайлы болып 5 сантиметрге кеңейттім. Және де свободный крой қылып, ешқандай белін қымтамай, кең етіп пішіп алдым. Ал биіктігіне келетін болсақ, 70 сантиметр алдым. Осы маған өзіме ұнаған ұзындық болып табылады. Және де айта кететін жайт, мен қазір осы тек қана бір алдыңғы бөлік бойынша артқы бөлігіне қиып аламын. Мойын ойындысынан да 2 сантиметр ойып аламын, өйткені капюшон болады үстінде. Капюшонды тіккен кезде ол мойныма қатты қысылып қалуы мүмкін, және де киіп шешу қиын болады. Енді мына жерде қазір 2 сантиметр қидым, бірақ та кейін примерка кезінде оның өзі маған кішкене тарлау екенін сезімді. Тағы 1 сантиметрге оны тағы да кеңейттім. Яғни мен мойын ойындысынан өзімнің базалық лекалымнан 3 сантиметрге қысқарттым, ал кеңдігіне қарай 5 сантиметр қостым. Ал арқасын пішіп алатын кезде оны ескеріңіздер, алдыңғы бөлікке қарағанда артқы бөліктің мойын ойындысы қатты ойылмайды. Сол жерін қатты алды сияқты ойып жермеңіздер. Және де мен қолтық ойындысынан төмен қарай 2 сантиметр түсіргендіктен жеңін пішкен кезде де 2 шетіне 2 сантиметр қостым. Оны міндетті түрде ескеріңіздер. Ал енді үстіңгі бөліктен қалған матамыздың, яғни астында қалған матадан капюшон тігейін деп ойладым. Капюшонның ені ұзындығы, яғни менің қалағандай бір тігісті капюшонның ұзындығына жетпей қалды. Сондықтан 2 тігісті, яғни ставкасы, ортасында ставкасы бар капюшон тігуге тура келді. Оның өлшемін қалай пішілетіндігін сіздер куртка тігу деген менің видеом бар. Жаңа суретте көрсетілді, содан қарап алсаңыздар болады. Және де бұл жерде айтатын кететін нәрсе, сіздің капюшоныңыздың өлшемі сіздің қазіргі алып тұрған мойын ойындыңыздың өлшеміне тікелей қатысты. Кейін мен өзім капюшонды бір-біріне айқасып тұратындай алатын болғандықтан маған жетпей қалды. Сондықтан міндетті түрде оны жаңағыдай ставкамен тігуге тура келді. Енді біз келесі процеске көшеміз. Бұл жерде алдыңғы және артқы бөліктерді бір-бірімен қосатын боламыз. Ең бірінші менің істеген тірлігім ол иық сызықтарын қосып алу болды. Иық сызықтарын қосып алатын кезде бірінші оверлокпен тігіп алдым. Одан кейін барып мен оверлогымның тігісін сыртқа қарай қаратқан кезімде ол жерден кішкене тігістерінің өте бір түрлі көрініп тұрғандықтан тағы да машинкамен сол оверлоктың астынан бір тігіс жүргіздім. Яғни оверлокпен де тіктім, и машинкамен де тіктім. Егер де сіздердің оверлоктарыңыздың тігісі өте жақсы болатын болса, онда қажет емес, тек оверлоктың өзімен де тіге беруге болады. Енді мен худиге алдына міндетті түрде кенгуру осындай қалта тіккім келді. Бұның астыңғы бөлігін
астыңғы тігіске қосып жүре салдым. Өйткені менікі қатты ұзын емес. Егерде көйлекте сіздердің худиларыңыз ұзын болып кететін болса, өздеріңіз қалағандарыңыздай кішкене жоғары, 5 см жоғары, 6 см деген сияқты, не болмаса осылай тігіске қосып тігіп жүре салыңыздар да болады. Шынымды айтсам, егерде бұл жерде мен кенгуру қалтамның қисық болып қалуынан қорықтым. Және де оңай жолын алдымдағына сразу тігіске қосып тіге салдым. Ал енді кезекте менде жеңін қондырамын. Жеңін бірінші осылай ортасын тауып аламын да, иық сызығына қосып аламын. Және де екі шетіндегі сызықтардың соңын қосып тігіп, оверлоктап тігіп болған екен, сыртынан міндетті түрде осындай 0,2 мм міндетті түрде тігіп алдым. Бұл кішкене болса да осындай бір сән болып тұрады, әрі оверлоктың тігістерінің сүтінеп кететін болса да жаңағыдай жыртылып қалмайтындай сондай эффект береді. Ал енді иығын қондырып алғаннан кейін жеңімізді екі шетін тігіп алсақ та болады. Міндетті түрде әрбір тігісті тігіп болғаннан кейін үтіктеп отырыңыздар. Ол сіздердің тігістеріңіздің әдемі болып шығуына және де жұмыстарыңыздың жеңіл болуына себепші болады. Менің кашкарсем 20 см, мен бұны 4800 теңгеден, яғни 1 метр 4800 теңге, содан 25 см өлшетіп алдым. Шетінен бұның өзі айналып тұрған осындай мата ерекше қатты созылады, сонда керілгіш. Бұның шетінен 20 см қолыма қойылатын манжетті қиып алып тастадым да, қалған бөлігін, яғни 20 см-ді екіге бөліп, яғни екіге бүктеп, 10 см болды, менге өте кең. Оның қалған матасын қалғанда не істеймін дедім де, осы жерге тіге салдым. Бұны да екі шетін тауып аламыз. Кашкарсенің және де өзіміздің киіміміздің екі шетін тауып, осылай екіге бөліп аламыз. Өйткені біз керіп отырған кезімізде бір жағында сборка көп, бір жағында сборка аз болып қалмауы үшін міндетті түрде машинкамен тігіп аламыз. Тігіп алғаннан кейін бұл жер кішкене валан болып тұрады, толқын сияқты болып тігістер тартылып тұрады. Ол қалыпты жағдай. Бұны үтіктеген кезде ол қайтадан өзінің қалпына келетін болады. Және де тігіс жатып әдем тұру үшін сыртынан бір 0,4 мм-де тігіс жүргізіп жіберуге болады. Жалпы кашкарсенің шетінен 20 см-ге 20 см екі қабатты жаңа екі жеңге арналған манжетті алып қалған болатынмын. Бұл менің қолымның өлшеміне дәл келіп тұр. Киген кезде де ұзындығы да өзім көңілімнен шығып тұр. Манжетті тігу үшін бұны да дәл солай ортасын тауып аламыз. Екі шетінен қаласаңыздар 1/4 бөлікке бөліп алып, инемен қыстырып, сборкалары бірдей, барлық шетінде бірдей болып тұру үшін осылай істесеңіздер болады. Тігіп болғаннан кейін оверлоктап, оның да тігісін үтіктейміз. Үтіктеген кезде мен жай ғана пармен жеңіл түрде ғана үтік басып жатырмын. Шын мәнісінде кашкарсе алмай-ақ өзінің матасынан да тігуге болады. Бірақ та мен осы жолы кашкарсе алып, кашкарсемен тігіп көргім келді. Өйткені дүкендегідей болып шыққанын қаладым. Кәдімгідей. Ал егерде қымбаттау болады дейтін болсаңыздар, жай өзінің матасынан тіксеңіздер бола береді. Енді менің капюшоным ол екі қабаттан тұрады, яғни екеуі де өзінің матасынан тігетін болдым. Және де осындай артында қосымша матасы бар, ставкасы бар. Яғни жаңа жоғарыда айтып өткенімдей менің матам жетпей қалды. Сондықтан 9 см ортасына осындай мата қоюға тура келді. Және де бұны мен алған кезімде, өлшем алған кезімде бір 5 см артығымен алып қойыппын. Примерка жасап тұрыңыздар міндетті түрде киіп жатқан кезде. Және де алдынан кішкене жөндейтін жері бар екен. Артығын қиып тастадым. Тігіп жатқан кезде бұл маған
екеуін бір-біріне айқастырған кезде әдемі көрінбейтін болды. Сондықтан осылай артық жерлерін қиып өзімнің басыма туралап алдым. Енді бұның да алдыңғы тігісінен дәл ортасын тауып алып, шетінен бастап екінші ұшына дейін тігіп шығамыз. Және де оны қайырып, шетінен 2 см қалдыра отырып, жиегінен сыртынан бір рет тігіс жүргіземіз. Үтіктеп алып, одан кейін тігіс жүргізсеңіздер, өздеріңізге өте ыңғайлы болады. Ал енді капюшонымызды өзіміздің мойнымызға отырғызамыз. Ол үшін тағы да арқа мойын ортасын тауып алып, капюшонның дәл ортасын белгілейміз. Сөйтеміз да инемен өлшеп отырғыза отырып, біздің капюшонымызды мойынға қондырамыз. Және де алды менде екеуі, қаласаңыздар, егер сіздер бір-бірімен түйісіп тұратындай етіп алсаңыздар болады. Ал мен бір-бірімен айқасып тұратындай етіп алып тұрмын. Және де әйелдердің киімі сол қолдың үстінен оң қол қойып тұрғандай, яғни оң жағы үстінен тұрады. Капюшонда да соны мән беріңіздер, үсті жағынан тұру керек. Оны тігіс жүргізіп алғаннан кейін машинкада енді оверлоктап аламыз. Және де оны тігісті ішіне қарай қайыра отырып, жақсылап үтіктеп аламыз. Мінекей менің капюшоным да, худиім де дайын. Киіп көрдім, өзіме қатты ұнады. Менің мойындарын әдейі екеуін бір-біріне өте жақын етіп қойдым. Себебі орамалды болғаннан кейін маған ыңғайлы болып тұрса екен деген сияқты. Қыздар, каналға тіркеліңіздер. Және де видео ұнаса, басқа достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған шебер Перизат. Каналыма тіркеліп, және колокольчикті басып қойыңыздар. Ассаламу алейкум.